Бүгінгі кездесудің төрешісі Юрий Копцев, ресейлік төреші екі боксшыны ортаға шақырды. Ережелерді еске салды, ендеше бәрде дайын, бәрде тас түйін дайын. Біздің отандасымыз Қанат Исламда тас түйін дайын екені күмәнсіз. Бокс үшін қайта туған азамат деп айдарласақ артық емес шығар, өйткені бұл жігіт өздеріңіз білесіздер, аса ауыр жарақаттан кейін оралды. Тамаша соқ. Алғаш соқмені қалады, құрмет көрермендер. Да, поспешил Канат Ислам, не дал нам насладиться красивым боксом. На первой же минуте в глубокий нокаут он отправил Хулио де Хесуса и стал обладателем интерконтинентального пояса WBO. Жарайсың. Құрмет көрермендер, қараңыздар, ешқандай да мүмкіндік берген жоқ. Біздің тіпті 2-3 сөз айтуымызға да мүмкіндік берген жоқ. Қандай ауыр соққы болды. Әлде орнынан тұра алатын емес Хулио де Хесус. 27 кездесу өткізіп, соның 24-ін нокаутпен ұтқан Хулио де Хесус міне әлде орнынан тұра алатын емес. Енді ғана көтеріліп келе жатыр, құрметті көрермендер. Тура біздің оң қапталымызда отыр. Ал Қанат, арыстан жатылды. Арыстан жатылды да бір соққымен мәселен шешті, құрметті көрермендер. Тіпті Юрий Копцев оны ұстап, екінші соққысын жұмсауына тіпті үлгермей тастады, үлгермей қалды. Екінші соққысын жұмсаған сәтте, яғни ол соққы артық болған еді. Ал Хесус қазір өзінің балуан шолақта тұрған, әлде Санто Домингоның төрінде тұрған мүлде түсінбей қалған секілді. 14 секундта жеңіске жеткен Қанат Ислам! Жоқ, дайындығы сұмдық екен. 14 секунд. Енді бұл дегеніміз. Бұл дегеніміз аңызып айтып жүретін жағдай болды ғой. Естеріңізде болса, Василий Жиров қарсыласын алғашқы раундта